Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар тек салдыр немесе салдыр мен үн қатысы арқылы жасалатын, буын құрай алмайтын дыбыстар. Дауыссыз дыбыстарды айтқанда көмейде кедергіге ұшырамаған фонациялық ауа ауыз қуысына күшті қарқынмен келеді. Ауыз тар ашылғандықтан, көмей арқылы келген қарқынды ауа әртүрлі артикуляциялық мүшелермен соқтығысады. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз бар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Х, Ф, Х, Ц, Ч, Ш. Бұлардың ішінде Х дауыссызы кейбір шығыс сөздерінде В, Ф, Х, Ц, Ч дауыссыздары негізінен орыс тілі арқылы кірген халықаралық сөздерде, қалған 19 дауыссыз қазақтың байырғы сөздерінде қолданылады. Дауыссыз дыбыстар дауыс қатынасына қарай үшке бөлінеді. Дауыссыздарды үш үлкен топқа бөледі. Қатаң: К, Қ, П, С, Т, Х, Х, Ш. Ұяң: Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді: мұрын жолды: М, Л, Н, Ң. Ауыз жолды: Л, Р, И, У. Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі. Қатаң дауыссыздар. Тек салдырдан жасалған дауыссыз дыбыстарды қатаң дауыссыздар деп атаймыз. Қатаң дауыссыздарға мыналар жатады: К, Қ, П, С, Т, Ш. Ұяң дауыссыздар. Үн мен салдырдың қатысы арқылы жасалған дауыссыз дыбыстарды ұяң дауыссыздар деп атаймыз. Ұяң дауыссыздарда үннен гөрі салдыры басым болады. Ұяң дауыссыздарға мына дыбыстар жатады: Б, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді дауыссыздар. Үн мен салдырдың қатысынан жасалып, бірақ салдырдан гөрі үн басым болатын дыбыстарды үнді дыбыстар деп атаймыз. Үнді дауыссыздар жұмсақ таңдайдың қалпына қарай екіге бөлінеді. Ауыз жолды: И, Л, Р, У. Мұрын жолды: М, Н, Ң. Кітаппен жұмыс. Әдепті қыз мәтінін түсініп оқы. 43-ші бет. Бейне жазбаны тоқтат. Дәптермен жұмыс. Дәптерге көркем жазу керек екенін ұмытпа. Бүгінгі күнді жаз. Қазанның 5-і. Үй жұмысы. 6-шы жаттығу 44-ші бет. Өлеңді көшіріп жаз. 2-ші тапсырма: аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жаса. Дыбыстық талдауды қалай жасайтынын келесі бейне жазбадан көруіңе болады. Оқушылар, туған деген сөзге дыбыстық талдау жасап көрсетейін. Т дыбысы. Дауыссыз. Қатаң. Келесі У дыбысы. У дыбысының алдында дауыссыз әріп келгендіктен ол керісінше дауысты болады. Дауысты. Жуан.
Ғ дыбысы. Дауыссыз. Ұяң. А дыбысы. Дауысты. Жуан. Және соңғы Н дыбысы, ол бізде дауыссыз, үнді. Мәтіндегі аспанда күн ыстық деген сөйлемге осылай дыбыстық талдау жаса.